Ерте қартайғыңыз келмесе, сарымсақ қосылған су ішіңіз. Тек су ішіп қана қоймай, міндетті түрде мына 3 затты қосыңыз. Әлем ғалымдарының зерттеуіне сүйенсек, ең ұзақ өмір сүретіндер әрі денсаулығы мықты болатындар жапондықтар екен. Оның құпиясы денсаулығына жасаған мына әдісте дейді. Жапония халқы таңертең оянғаннан кейін бірден су ішетін көрінеді. Су көптеген ауруларға ем болатынын білеміз. Сөйтіп біз де таңертең су ішеміз. Бірақ бұны бұлжылтпай орындайтындар өте аз. Өздеріңізге мәлім, су бас ауруларын, жүрек проблемаларын, бронхит, ас қорыту және басқа да ауруларды емдейтін сиқырлы күш. Бірақ жапондықтар тек су ішіп қана қоймайды, міндетті түрде мына 3 затты қосады екен. Лимон қосылған су. С дәрумен мен калий элементінің қайнар көзі. Лимон мыңдаған дертке дауа. Нақтырақ айтқанда, иммундық жүйені нығайтады, жүйке жүйесін тыныштандырады, қан қысымын реттейді, ағзаның қышқылдығын қалпына келтіреді, зат алмасуды жақсартады, асқазан, ас қорыту жолдарының жұмысын дұрыстайды, несепті айдайды, теріні тазартады, әжімнің алдын алады, қара дақты кетіреді, қандағы улы заттарды шығарады екен. Сарымсақ қосылған су. С және В6 дәрумен мен марганец, селен, мыс, кальций, калий, фосфор элементіне бай сарымсақ көптеген дертке дауа. Әсіресе ағзаны бактерия мен вирустан қорғайды, жүректің жұмысын жақсартады, қан тамырларды тазалайды, қанды сұйылтады, беттегі әжімді, бөртпені кетіреді. Ал сарымсақ қосылған су суық тию, тұмау, бронхит, мұрыннан су ағу, тамақ ауруларын емдейді, иммунитетті едәуір көтереді, ағзадағы артық холестеринді шығарады, қан қысымын реттейді, онкологиялық аурулардың алдын алады. Дайындау әдісі. 1-2 тіс сарымсақты қабығынан тазалап езіп аласыз, сосын эмаль ыдысқа салыңыз. Оған 4-5 тамшы зәйтүн майы мен 1 стақан су құйып, отқа қоясыз. 50 градуста қайнатсаңыз, осыдан соң 2-3 тілік лимонның шырынын қосып, 15-20 минут бетін жауып қоясыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған емдік сусынды теңдей етіп 2-ге бөліп ішесіз. Кімге ішуге болмайды? Аллергияға, асқазанында жара болса, ас қорыту жолдары бұзылса, сарымсақ қосылған су ішпеңіз. Бал қосылған су. Балдың емдік қасиетін айтпаса да бәріміз білеміз. Ал бал қосылған суды ішудің өзіндік ережесі бар. Бұл емдік сусынды тамақтанудан 30 минут бұрын ішесіз. Мейлінше ішетін кезде дайындау керек. Алдын ала дайын қойып, тоңазытқышқа сақтауға болмайды. Ондай жағдайда құнарын жоғалтады. Бал қосылған суды таңертең аш қарынға немесе түнді ұйқыға жатар алдында ішуге болады. Өйткені бал ұйқы шақыратын қасиетке ие. 30 грамм балды 1 стақан жылы 36-37 градус суға араластырып, ем ретінде ішесіз. Сонда қан қысымы реттеледі, жүйке жүйесі тынышталады, ағза дәрумен мен минералды заттарға бай болады. Ағзаны қуаттандырып, жұмысқа қабілетті ашады, метаболизмді дұрыстайды, асқазан ішек жолдарын жақсартады, ағзаны токсиннен, бос радикалдан тазалайды, суыққа қарсы күреседі, бас ауруын қойдырады. Міне 1 стақан суды 1001 түрлі дертке дауа болатын керемет қасиетімен таныстық. Ендеше ерінбей ем ретінде қабылдауға асығайық. Құрметті көрермен, пайдалайық арнасының видеолар сізге пайдалы болса, арнамызға тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыз. Біз сіздерге дәрігерлер айтпайтын ақпараттармен бөлісіп отыратын боламыз.